Сіздерге Қызылжар өңіріндегі қазақ тіркілтейінен үлкен жалынды сәлем. Бүгінгі бағдарламаны жүргізетін менің әріптесім Сания және Райлым. Бұл бағдарламамыз қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Біз бабаларымыздың батырлығымен және ұлылығымен мақтанамыз. Олардың жүріп өткен әрбір жолын үлгі тұтамыз. Және де осындай ұлан-ғайыр жерде емденген бабаларымыздың тамақтану мәдениеті және олардың жасалу жолын қонақтарымыздан үйрену, яғни Біздің жастардың парызы. Сания, сен шербет жайлы білесің бе? Я білем. Ендеше маған ол жайлы айтып бере аласың ба? Я, шербет түрік халқының тәттісі. Шербетке дәмі ұқсас қазақ халқының тәттісі де бар. Оның аты қоспа. Ал қоспаның жасалу жолы туралы бізге бүгінгі қонағымыз Назия апай айтып береді. Қош келдіңіз, Назия апай. Сәлеметсіз бе? Назия апай, бүгін біздің жасайтын қоспамыз жайлы көрермендерімізге қысқаша мәлімет айтып кете аласыз ба? Айтайын Райлым, біз қоспаны атам заманнан келе жатқан тағам. Өте шай ішкенде, далада ата-аналарымыз шөп шауып, сусап келгенде қоспамен бір шашке шай ішсе, сусындар қанатын. Қоспа ағзаға да өте пайдалы. Ірімшікті біз сүттен істейміз, сүтті ірітіп, ірімшік істейміз дағы, оны қайнатамыз. Сүтті іріттік, міне енді содан ірімшік шықты, оны біз әрі қарай осы неде ыстықта қуыра береміз. Ірімшік сарғаю керек, міне мұндай бол. Сарғайтамыз, суы сарқылады, кішкене аз-маз сары су ғана қалады. Міне арай жаңа біздің ірімшікте мындай міне сары ірімшік шықты. Бұны біз сары суынан одан сайын сарқылу үшін мындай елеуішке қоямыз. Кішкене елеуішпен сары су сарқылды. Енді бұған біз үккіш арқылы ұсартамыз. Бізге қоспаға керек ірімшік, міне дайын, мейіз, жуылған, тазаланған, сосын қант и сары май, өзіміздің сары майымыз. Ал енді міне үккіштен өгілген ірімшігімізге біз қосамыз қант, мейіз қосамыз, жуылып тазартылған мейізді. Сосын соңғы кезінде май, сары майды ерттік, соны қосамыз сары майды. Қоспамыз дайын болды. Сіздер бұны тоңазытқыш салып, қалыптарға салып, әртүрлі фигуралар сияқты берулеріңізге болады. Или осылай жайып та берулеріңізге болады. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.